Сәлем достар, менің ас үйіме қош келдіңіздер. Біз бүгін үй жағдайында бір жасағаннан шығатын, өте жұмсақ, тәтті, сондай сіздердің көңілдеріңізден шығатындай болып пісетін зебра пирогын әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа қажет. Осылай 4 жұмыртқамызды барлығын жарып салып аламыз. Оның үстіне 180 грамм қантымызды салып, көпіртіп тұрып жақсылап араластырамыз. Қантымыз езілгенше. Араластырып болғаннан кейін оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды да жақсылап осылай араластырып алатын боламыз. Оның үстіне сүтімізді құямыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі болғанша. Оның үстіне ұнымызды және қопсытқышымызды салып, барлығын іртік қалмағанша біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Достар, менің жасап жатқан зебра пирогым сіздерге ұнап жатса, менің міндетті түрде YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Міне біз қазір қопсытқышымыз бен ұнымызды салып алдық. Енді бұның барлығын біркелкі етіп жақсылап араластырып аламыз. Яғни араластырып болғаннан кейін мынау дайын болған тестамызды екіге бөліп аламыз. Яғни екіншісіне 2 қасық ас қасық пен 2 қасық какаомызды салып, оны да жақсылап біркелкі болғанша араластырып алатын боламыз. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, какаомызды барлығын жақсылап араластырып алдық, біркелкі болғанша. Енді міне табамызға майымызды жағып, осылай сұйықтығымызды үстінен осылай ас қасықпен бір қасықтан салып отырамыз. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, салаттардың, тәттілердің, сусындардың рецептері бар. Міндетті түрде жазылып кетіңіздер. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің зебра пирогымызды осылай барлығын салып болған соң, осылай тіс шұқыштың көмегімен осылай жасап аламыз. Яғни одан кейін пешімізге салып 180 градуста 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Міне бүгін біздің жасаған зебра пирогымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.